Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің қашықтықтан оқыту бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы» әңгімесі. Оқу мақсаты: көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Бағалау критерийі: көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейді, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға береді. Дескриптор: шығармадан кейіпкер мінездеулерін анықтайды, тура және жанама мінездеулерді ажыратады, материалдық құндылық пен рухани құндылықты ажыратады, жаңашылдығына баға береді, салыстырады. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Тахауи Ахтанов 1923 жылы Ақтөбе облысының Шалқар ауданындағы Шетірғыз ауылында туған. Орта мектепті тәмамдаған соң 1940 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтына түседі. Осы институттың филология факультетінің 2-ші курсында оқып жүргенде ел басына екі талай күн туғызған сұрапыл соғыс албыр, арманшыл жастың намысын оятып, қан майданға өз сұранып аттанады. Сұрапылмен бетпе-бет келіп, өмір мен өлімнің арасында от кешіп жүрген жалынды жауынгердің алғашқы әсерлері, ой толғаныстары өлең очерктер арқауына айналып, майдан газеттеріне жариялана бастайды. Осылайша жас қаламгердің өмірдегі тұрғысын, гуманистік нысанасын айқындауға, қаламының ұшталуына айрықша әсер еткен Екінші дүниежүзілік соғыс. Адамзат тарихында мәңгілік қайғылы із қалдырған осынау алапат Тахауи Ахтановтың жалпы шығармашылығында ерекше орын алды. Тахауи Ахтанов дарынды жазушы. Жазушының баспасөз бетінде алғаш жарық көрген әңгімесі «Күй аңызы». Осы шығармадағы күйдің құдіреті мен күйшінің шеберлігі қалай суреттелген? Әңгіменің негізгі тақырыбы өнер құдіреті. Естемес деген күйшінің ауыр тағдыры. Ол өзінің мұңлы да зарлы күй арқылы ботасы өлген бозінгеннің тақырдай қатып қалған қайыс шуын жұмсартып, тіршілікке нәр бергендей болды. Күй құдіреті жануар екеш жануарға да әсер етті. Нар едірген күй осылай туыпты деген аңыз бар. Енді бейне таспаға назар аударайық. Күй аңызы әңгімесі жазушы Тахауи Ахтановтың 1960 жылы жазылған тырнақалды туындыларының бірі. Туындының тақырыбы шығармашылық адамына арналып, басты идеясы сол өмір иесінің адалдық, имандылық қасиеттерінің негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған нар едірген күйінің аңыз желісімен жазылған. Аңыз бойынша ботасынан айырылып боздаған нардың тас емшегін жібітіп идірген күй құдіреті күйшінің хас шеберлігі. Осы бір романтикалық сарындағы халық туындысын жазушы әңгімесіне арқау еткенімен, әңгіме әлеуметтік, адамгершілік мазмұнда сипатталады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші. Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбекке айтып келе жатып, жапан түзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған армана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып, домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан ере жүрген жолаушылар кәрі шал мен бойжеткен қызы бар бір қараш үйге түседі. Шал малдың күйге елік етінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолқа салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өмірімен ботасы өліп, суалған нарды идіргенде, желінің тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық түйін сюжет шешіміне айналған.
Бірінші тапсырма кейіпкерлер кестесі. Тура және жанама мінездеу деген не? Мына сызбаны толтырмас бұрын мінездеу дегеніміз не дегенге тоқталып өтейік. Мінездеу дегеніміз адамның сыртқы келбеті, жүріс-тұрысымен бірге ішкі жан дүниесін, мінезін, жақсы жаман қылықтарын суреттеу. Мінез адамның ішкі болмысы, белгілі бір қоғамдық жағдай қалыптастырған қоғамдық құлқы, барлық психологиялық ерекшеліктерінің жиынтығы. Осы мінездің өзін жазушы әртүрлі тәсілмен жасайды. Мысалы, тура мінездеу, тағы бірі жанама мінездеу. Жанама мінездеу адамға тән сүйініш, күйініш сезімдерін суреттеу, адамның өз сөзі, ал немесе өзгемен сөйлесуін, диалог келтіру, осылардың бәрі жеке-жеке тұрып бір-біріне жеке дара мақсатты нәрселер емес, керісінше бірін-бірін толықтырып, бірінен бірі туып жалғасып жатқан дүниелер. Сол себепті кейіпкердің шығармада берілген әрекет арқылы, сөйлесу арқылы берілген бұл жанама мінездеу болып табылады. Келесі, екінші тапсырма. Құндылықтың қандай түрлері бар? Материалдық құндылық пен рухани құндылықтың айырмашылығы неде? Материалдық құндылық пен рухани құндылықтарды ажыратып жазыңыз. Сосын салыстырамыз. Үшінші тапсырмаға бармас бұрын ой шақыру. Екі суреттің арасында қандай байланыс бар? Ойланып көрейікші. Үшінші тапсырма. Суреттер сөйлейді тәсіл арқылы анықталған құндылықтарды салыстырып, жаңашылдығына баға береміз. Яғни, нар идірген күйінің шығу тарихы, сонымен қатар оң жақтағы сурет, күй қасіреттен, үлкен ойдан туады дейді белгілі күйші Секен Тұрысбековтың көңіл толқыны күйі. Көңіл толқыны күйінің дүниеге келу тарихы. Күй 1985 жылы ойыма оралып, 1987 жылы жарыққа шықты. Ол Мәскеуде өткен дүниежүзілік жастар мен студенттер фестивалінде ойыма келгенді. Ол кез қасіретке шомып жүрген уақытым еді. Анар, Жанар есімді қос құлыншағымнан айырылғанда жазылған дүние болатын. Табиғаттың нөсер жауынынан кейін көшікке тамған тамшыны ырғақ еттім. Ішкі сыртқы құбылыстардың, сезімдердің бәрі қабысып келіп, өзінің шешімін тапқандай болды. Алғашында ол өзіме күй этюд сияқты болып көрінді. Іштегі шер жатпайды екен. Ылғи қасіреттіден ғана қасиетті өнер туады деп айтып жүретінмін. Менің аңғарғаным, сенің ішіңнен, жүрегіңнен, жаныңнан шыққан дүние жұрттың да жүрегіне жетеді екен. Балалар, сендерге қосымша мәлімет бере кетейін. Нар идірген күйін тартып, аңызын айтып кейінге ұрпаққа жеткізуші сыр өңірінің майталман күйшісі Нәби Жәлімбетов атамыз. Нотаға түсірген белгілі домбырашы, зерттеуші Әбділхамид Райымбергенов. Күй өмір, күй тағдыр. Қазақ халық үшін сондай құнды, бағалы мұралардың бірі күй. Қазақ күйінің тарихы әріде жатыр. Күйді ел тарихынан бөліп қарау мүмкін емес. Кешегі замандарды күйлерде халықтың қайғы қасіреті, азат өмірге ұмтылысы, әділетсіздікке күрес өрнек тапты. Күй қазақтың жан серігі, мұңдасы, сырласы. Күйдің ғажаптығы сол, ол өзін бастан кешіріп отырған өмірдің мән маңызын ұқтырады. Күй ойға жетелейді. Адам болып өмір сүруге, жақсылыққа, ізгілікке ұмтылдырады. Күй тыңдап, күйді түсінген пенде жамандыққа, арамдыққа бара алмайды. Күй құдіреті деген осы. Қорыта келе, осы шығармадағы күйдің құдіреттілігі соншалықты нардың өзін идіргені. Осыған қарап отырып күйшінің әрбір күйді жеткізе білетіндігін көре аламыз. Әңгіменің жалпы мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға назар аударамыз. Неліктен әңгіме күй аңызы деп аталған? Ботасы өлген аруана естемес күйшіге қалай әсер етті? Естемес күйшінің күй өнері туралы пікірі қандай? Оразымбетке қандай мінездеме берген болар едіңіздер? Әкемнің ұлы жоқ, айып етпеңіздер. Жаңылға қандай мінездеме берер едіңіздер? Өлімнен ұят күшті. Шалға қандай мінездеме берер едіңіздер?
естемес күйшінің жүрегін бүлк еткізер, көңілі құрғыр әлденеге талпынтқан не? Екі күйші, өнерлеріңді бірге салыңдар деген қыз сөзінің астарында не бар еді? Немесе күйші естеместің заманым өткен екен ғой деп, ақыры ол нені білдіреді? Жаңылдың іс-әрекетіне көзқарасыңыз қандай? Кері байланыс. Жасыл түс тапсырмалардың бәрі сәтті орындадым. Сары тапсырмаларды орындауда кедергілер болды. Қызыл түс тапсырмаларды орындау қиын болды. Көмек қажет. Үй тапсырмасы. Күйдің құдіреті осы тақырыбында эссе жазу.